Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте дәм ауызда ерейтін, бір жасағаны сәтті шығатын пирогтың жасалу жолын ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, мені қолдап отырыңыздар. Ең алдымен жұмыртқаның үстіне қант қосып, жақсылап тұрып, миксердің жай жылдамдығынан қатты жылдамдығына қоса отырып, аппақ пенка болғанша, яғни 2 есеге дейін ұлғайғанша араластырамыз. Барлық заттардың бөлме температурасында болуы өте маңызды. Сол кезде пирогтарыңыз өте күшті, яғни воздушный болып көтеріліп пісетін болады. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар. Каналымнан әртүрлі кешкі асқа, таңғы асқа арналған, шайға арналған көптеген тәттілердің, пирогтардың рецептерін таба аласыздар. Осындай аппақ пенка болу керек. Әрі қарай ситадан ұнды және де оның үстіне бір ас қасық разрыхлитель, яғни қамыр қопсытқышты қосып, жақсылап тұрып барлығын бірнеше бөліктерге қосып, осылай араластыратын боламыз. Араластырған кезде миксерді қолданбаймыз, тек осындай силиконды күрекшенің немесе қасықты да пайдалансаңыздар болады. Осылай жұмсақ қимылмен астынан үстіне қарай араластыратын боламыз. Осылай дайындап алған массаны осындай кез келген формаға құйып пісіретін боламыз. Менде осындай квадратный форма, сіздер кез келген өздеріңізге ыңғайлы ұнайтын формаға құйсаңыздар болады. Құйған кезде астын, яғни форманың астын міндетті түрде сұйық май немесе өсімдік майымен аздап майлап алыңыздар. Сосын осы массаны құйып, алдын ала осы уақыт аралығында пешті 180 градуста қыздырып қойып, пеште 20-25 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Қараңыздар, біздің пирогымыз осындай күшті, воздушный болып пісіп шықты. Әрі қарай кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды және де оның үстіне вареная сгущенканы қосып, жақсылап тұрып, қасықпен немесе венчикпен араластырсаңыздар болады. Осылай жақсылап тұрып крем дайындап алдым. Сіздер кез келген сливкемен немесе заварной кремді де қолдансаңыздар болады. Өздеріңізге ұнаған крем түрін қолданып көріңіздер. Осылай барлығын жақсылап тұрып дайындап алдым. Міндетті түрде осы креммен де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Каналымнан әртүрлі кремдердің жасалу жолдары және де осыған ұқсас көптеген жеңіл әрі оңай жасалатын пирогтардың жасалу жолдары бар. Осылай креміміз дайын болды. Енді әрі қарай осы кремді пирогтың бетіне жағатын боламыз. Пирогты толық суытып алғаннан кейін яғни формадан босатып алатын боламыз. Айтпақшы достар, мен пирогқа ешқандай пропитка қолданбадым. Бірден кремді жақтым. Сіздер міндетті түрде яғни торттарыңыздың, пирогтарыңыздың влажный болғанын қаласаңыздар, пропитка пайдалансаңыздар болады. Сол кезде торттарыңыз сондай влажный, өте дәмді болып тұрады. Бізде влажныйды қатты ұнатпайтын болғандықтан, осылай тек қана ешқандай пропитка қоспай, осылай кремді ғана жаға салдым. Осылай барлық жеріне кремді толықтай жағып шықтым, және де шеттеріне әсемдік үшін греческий орехты, яғни измельчителден жақсылап тұрып майдалап алып, шеттеріне осылай сеуіп шықтым. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Жасалуы өте оңай, әрі тез дайын болады. Егер греческий орех ұнамаса, кез келген сәндік үшін, яғни кокосовый стружка немесе свежий ягода, яғни жеміс жидектерді қоюға болады. Қойып көріңіздер, өте дәмді әрі өте әдемі көрінеді. Пирог дайын болғаннан кейін 3-4 сағатқа холодильникке қалдырыңыздар. Кремі бір-біріне сіңіп, одан сайын дәмді болып тұрады. Міндетті түрде осы рецептпен осы пирогты жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған дәмді рецепттер жинаған менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар. Осындай қараңыздар, осындай жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Сіздерге отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Бір жегенде барлығы таусып қойды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.